Ассаламу алейкум, құрметті достар. Бүгін біз келесі сабақтар сериясын жалғастырамыз. Алдыңғы сабақтарымызда испан партиясын бастап жатыр едік. Енді бүгін соның жалғасы кеттік, бастадық. E4, E5, ат F3-ге, бұл сарбазды E5-тегі сарбазға шабуыл жасады, атты C6-ға ол сарбазды қорғады. Пілменен B5-ге біз бұл нұсқалардың бірнеше нұсқасын қарастырдық, екі нұсқасын қарастырдық, атты F6-ға жүргенді қарастырдық, және де A6, A4, B5, піл B3, ары қарай осы нұсқаны қарастырдық. Ал енді бүгін біз D6 жүрісін қарастыратын боламыз. Енді ақтар осы D6 жүрісін жүрген кезінде бірден рокировка жасады. Әлі бірден патшаны рокировка жасады, орталықты бұзу үшін. Орталық бұзған кезде патша ашық қалып қалмас үшін, атты F6-ға онда ортаны бұзып жатыр. D4-ке енді қарап отырамыз. D4 сарбазын жейтін болса не болады? Атпенен жекпеледі D4-ті. Мынаған қысым түсті. Өте связкада тұрған фигураға міндетті түрде көбірек фигурамен қысым жасау керек. Сол кезде ол жерден бір мүмкіндік, бір выигрыштары болады, немесе контр шабуылдардан тойтарыс беруге болады. Енді мына жерде ол сарбазды жеуге болмайды E5-тегін, өйткені мына жақта тағы да связка болады орталықтан. Патша центрда қалып қалды. Қаралардың жағдайы өте қиын болады. Так, енді мына жерде атпенен бірденен E4 сарбазын жеді. Біз жаңа бұл сарбазды жеген қате деп айттық. Енді мына жерде ол сарбазды жеп жатыр. Ақтар бұл позицияда қалай ойнады, қалай ойнау керек? Әрине D5 жүрісін жасаған өте мықты жүріс болып саналады. Өйткені мұнда связка, мына пешкіменен, мына сарбазбенен мына атты ұтуға мүмкіндігі болып тұр. Ал енді бұл сарбазбен бұны жеген кезінде пілді жеу үшін A6 жүрісін жасап жатыр. Егер пілменен жесе сарбазбен жейміз, сарбазбен жесе онда екі фигура ауысып кетеді. Піл артқа қайтатын болса B5, піл артқа қайтатын болса онда атты құтқарып алады. Қай жаққа жүрсе де атты құтқарып алады. Так, сондықтан бұл жерде не істеді? Ақтар бұл тактикада бұл пілді тағы да бір фигура ұту үшін пілді қай поляға жүру керек? Өте керемет D3 жүрісіне жүріп, мына атқа пілменен, мына сарбазбенен мына атқа. Әрине бұл жерде бір фигура ақтар ұтуға шансы бар. Қаралар мына сарбазды, мына атты құтқарды, мына атты емес, атты F6-ға жүрді. Өйткені мына атты сарбазбен жеген кезінде мынандай вилка жасап бір фигураны қайтарып алғысы келіп жатыр. E4 жүрісіне сарбаз жүрді. Пілменен жесе атпенен жейді, тура келсе артынан қорғайды, және де оны қорғап алады. Енді ақтар не жүрді? Әрине тураны E1-ге связка, ол сарбазбенен ешқайсысын жей алмайды пока что. Қаралар D5-ге. Бұл жерде ақтар өте хитрый тактика қолданып жатыр. Пілді E2-ге. Пілді E2-ге жүрді. Бұның мақсаты мына линияны ашқан қалап жатыр. Қаралардың, әрине қаралар мына сарбазды жеуге болатын еді. Ол кезде бір фигура атылып тұрғандықтан фигураны қайтарып алғысы кеп, атты F3-ге жеп ойында өте өрескел қателік жасады. Ақтардың жасап атқан осындай керемет тұзағына ілініп қалды. Тұзақтың біріншісі сарбазбенен B7-ге жекпеледі. Бұл сарбазды енді жемейтін болса, ол тураны жейді, уәзірге шығады. Уәзірге шыққаннан кейін екі уәзір болса, әрине бір уәзірді айырбас жасайтын болса, екінші уәзір ода ойында жеңіске жеткізеді. Бұны пілменен жеді. Ал енді мына жерде ақтар бір жүрісте мат жасайды. Пілді B5-ке.
Бұдан маттан қорғануға бола ма? Әрине дұрыстап мұқият қараймыз. Біздің сабақтар сериямызда, мен тактикалық сабақтар сериясында осындай тактикаларды көрсеткенмін. Мына жасырын түрде шабуылдасып жатқан фигураның алдын ашқан кезінде мұны просто сарбаз жей салуға болады. Шах беріп, ары қарай бір сарбазды ұтты и тағы да ойнады деген сияқты. Немесе мынаны жеді, шах берді, ол мынаны қорғайды, ал біз мына пілді жейміз. Осылай ойнауға болады. Ол жерде выигрыш, яғни белгілі бір материалдық жеңіске жету. Ал бірақ бізде ойынның мақсаты тез патшаны ұстау болғандықтан, бұл жерде бір уақытта екі фигурамен шабуыл жасайды. Мына менде шах, тура менен шах. Мынаның алдынан қорғауға болмайды, өйткені мына шах бар, ал мынаны жеуге болмайды, өйткені анамен шах. Қос шах болған кезде міндетті ол тек қана патшамен жүруге. Сондықтан патша ешқайда жүре алмаса, ойын мат болды. Құрметті достар, келесі осындай сабақтар серияларымызды жалғастыру үшін сіздердің қолдауларыңыз керек. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Жаңадан көріп отқандарыңыз болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Келесі сабақта көріскенше. Пока-пока.